көтерген Ербол Іргебайұлы екендігін. Келіңіздер, жақындаңыздар. Бұнда оқушыларымыз таныстырады. Сәлеметсіздер, қош келдіңіздер біздің ұлттық мектепке. Және де көріп тұрғандарыңыздай, бұл қазақ тілі кабинеті Ербол Іргебайұлының атына берілген болатын. Және де кабинетке өтсек. Кабинетке бірінші кіргенде қабырғада Ербол Іргебайұлының қанатты сөзі берілген. Ар-ұждан мен жан тазалығы адам мінезіндегі бағалы қасиеттердің бірі. Және де кабинеттің соңына қарай Ербол Іргебайұлы туралы көптеген мәліметтер, оның өмір жолындағы, еңбек жолындағы алған алғыс хат, мадақтамалары бәрі берілген болатын. Және де санасына білім түйген, сара жолда ғылым сүйген ер аға Ербол Ислямұлы Іргебай қоғам қайраткері, ұлағатты ұстаз және де білікті басшы, абайтанушы, сонымен қоса қалиптанушы болып келеді. Ербол ағамыз 1962 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданына қарасты Тарбағатай ауданында дүниеге келген болатын. Оның әкесі де, анасы да ұлағатты ұстаздар, және де ол әкесі мен анасының жолын қуалап Семейдегі педагогикалық институтқа түскен болатын. Және де 1979 жылы түсіп, 1983 жылы қазақ тілі және қазақ әдебиеті мұғалімі болып аяқтаған болатын. Ол өзінің еңбек жолын өзінің ауылы, туған жерінде бастаған болатын. Тасбұлақ орта мектебінде және де Үржар ауданына қарасты көптеген ауылдардың мұғалімі, сонымен қоса директоры атанған. Өкінішке орай 2021 жылы 5 ақпанында Ербол ағамыздың медальдары және де осы екі сөрелерде көрсетілген алғыс хаттар, мадақтамалар берілген болатын. Және де бұл жерде көптеген кітаптар, сонымен қоса айта кеткім келгені Ербол аға Қаймұхамедхановты идеал тұтқан. Сонымен қоса Қаймұхамедхановтың 10 томдық кітабын өзі жинақтап, жасақтап шығарған болатын. Және сол 10 томдық кітап осы сөреде көрсетілген. Ербол ағамыздың көптеген таңғы тілек атты хаттар жинағы берілген болатын. Көптеген кітаптар, сонымен қоса 90-шы мектеп гимназиясының Ер Қазақ журналы да осы жерде көрсетілген болатын. Назарларыңызға көп рахмет. Осы жерде қарасаңыздар болады.